Рамазан айында қандай дұғалар оқу керек? Рамазан дұғалар қабыл болатын ай. Дұға қабыл болатын бұл күндері әрбір мұсылман көп дұға етуі керек. Әсіресе ауызашар уақытта дұға қабыл болатын сәт. Сол үшін ауыз ашқанда дұға жасау мұстахаб. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 3 адамның дұғасы қайтарылмайды. Ораза ұстаушының ауызға дейінгі. Басқа хадисте Алла елшісі, ораза ұстаушының дұғасы қайтарылмайды деген. Ал Рамазан айына қатысты айды көргенде, ауыз бекіттерде, ауызашарда және қадір түнінде төмендегі дұғалар оқылады. Бір айды көргенде оқылатын дұға. Жалпы жаңа айды көргенде мұсылман адамның дұға етуі мұстахаб. Талхадан оған Алла разы болсын жеткен хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Уа, Аллам! Жаңа айда бізге жеңілдік бер. Иманда, амандық және исламда берік ет. Менің және сенің Раббың Алла деп дұға етуші ет дейді. Екі ауыз ашатын уақытта мына дұғаны айтқан абзал. Алла тағалам, сенің ризалығың үшін ораза ұстадым. Сенің берген ризығыңмен аузымды аштым. Саған иман етіп, саған тәуекел жасадым. Шөлкетті, тамырлар суланды, иншалла, сауабы да жазылды. Бұл туралы Ибн Омардан, оған Алла разы болсын, жеткен хадисте былай айтылған. Пайғамбарымыз ауыз ашқанда. Тағы бір хадисте, Аллаумә ләка сумту уә ала рискика әфтарту деп дұға жасағаны айтылады. 3 ауыз бектерде оқылатын дұға. Алланың разылығы үшін таң атқаннан күн батқанға дейін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Оқылуы нәуейту әнасума саума шәфри рамадана минәл фәжри иләл мағриби халисан лилләхи тайяла. Келесі дұға, уа, Алла! Сенің разылығың үшін саған иман келтіріп, сауапты үміт етіп, Рамазан айының оразасын толық ұстауға ниет еттім. Аллахым менің күнәларымды кешіріп, оразамды қабыл ет. Оқылуы, Аллахумма ини нәуейту әнасума рамадана камилан лей уәшика әл-карим иманан уә ихтисабан. Аллахумма тақабалху мини уә жағал зәмби мафуран уә сәуме мақбулан. 4 Рамазан айының соңғы 10 күнінде және қадір түнінде оқылатын дұға. Айша анамыз пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уа, Алланың елшісі. Егер мен қадір түннің басталғаны туралы білсем не айтуым керек? Деп сұрайды. Сонда пайғамбар, уа, Алла! Расында, сен кешірімсің, кешіруді жақсы көресің. Мені кешіре көр. Деп айт деп үйретеді. Оқылуы, Аллахумма иннака афуун, тухиббул яфуа, фаифу яни.